Құрметті тыңдармандар, бүгін Юсуф пайғамбардың қиссасын 3-ші бөлігін жалғастырамыз. Видеоны соңына қарап арнаға тіркеліп кетіңіздер. Юсуф пайғамбар билікке келгеннен кейін көп жерлерге егін ектіріп, алынған өнімді арнайы қаздырған жертөлеге көмдірді. 8-ші жылы сол аймақта жаппай қуаңшылық басталды. Өзге елдер қуаңшылықтың зардабын тартып жатқанда, Мысыр елі молшылықта ғұмыр кешті. Халық арасында бидай түгесілген кезде Хазіреті Юсуф қамбадағы бидайды соларға таратып, аштан қырылудың алдын алды. Бұл кезде Шам мен Канған жерінде қуаңшылық белең алған болатын. Сол елдің халқы Мысыр елінің аш халыққа бидай таратып жатқандығын естіп, осылай қарай адамдарын жіберте бастады. Жақып алейхиссалам да ұлдарын астық сұрауға Мысырға жіберді. Ағасы астық сұрап алдына келгенде, Хазіреті Юсуф оларды бір көргеннен-ақ жазбай таныды. Әйтсе де, олар інілерін танымаған еді. Бір кездері құдыққа тастап, құлдыққа сатылған жас баланың бүгін Мысыр елінің уәзірі болады деген ой олардың үш иықтаса түсіне де кірмеген еді. Хазіреті Юсуф оларды көрген кезде, баяғы балалық шағы, олардан көрген қорлығы есіне түсті. Жүрегінде әкесіне, жалғыз інісі Буниаминге деген сағыныш қасіреті асқынып, терең ойға батты. Оларға қарап, басқа бауырларың, әке-шешелерің де бар шығар деп сұрады. Сонда олар, екі ініміз бар, бірақ үлкенім балалық шағында дүниеден озды. Кіші ініміз болса, қазір әкеміздің жанында. Сол кісіге бас көз болып қалып қойды деп жауап берді. Хазіреті Юсуфтың жүрегі елжіреп, сонау жылдар ағаларының көйлегін зорлықпен шешкізіп, құлдыққа тастап жатқан сәттері көз алдында қайта келді. Бәрі де күні кеше болған тәрізді еді. Бала күнде осы ағалары мұны бауырына қатты басатын, әкесі өзгелерге қарағанда тіпті жақсы көретін. Сондықтан ағалардың қызғанышы қозып, сол қызғаныш өшпенділікке ұласты. Юсуф алейхиссалам бауырларын көргеннен кейін оларға астық үлестіріп беріп, мол дастархан жайып күтті. Қайтарда өзі шығарып салып, қайта келер кездерінде әлгі інілеріңді де ала келіңдер, оған да жеке бір үлес берейін. Егер алып келмейтін болсаңдар, онда сендерге көмектесе алмаймын. Айшылық жерден ат терлетіп текке әуре болмаңдар деп сөзін қадап айтады. Олар бірден жауап бере алмай күмілжіп, біз оны әкесінен сұрап көрейік, сізге оны қалай да алып келудің жолдарын қарастырамыз деп жүріп кетеді. Юсуф алейхиссалам олар Буниаминді ертіп келуге әкемізді көндіре алмай жүрер деп ойлап, білдіртпей астық үшін берген ақшаларын қоржындарына қайта салып жібереді. Ағасы әкелеріне үлкен қуанышпен оралады. Олар Мысырдағы көргендерін әкелеріне түгелдей айтып береді. Қазына бастығының мейірімді жан екен, өздерін қадірлі қонақ етіп аттандырарда өзі шығарып салғанын, тіпті Буниаминді де көргісі келіп, оны келесі жолы міндетті түрде алып келулерін сұрағандығын айтады. Хазіреті Жақып, бұрын сендерге Жүсіпті қалай аманат етіп бергенімді жақсы білесіңдер. Сендер сол кезде ант су ішіп едіңдер, бірақ соның ақыры не болды? Алда-жалда Буниаминді жіберген күнде де оны сендерге емес, бір Аллаға ғана аманат етемін дейді. Олар жан-жақтан жамырап, уайымдайтын түк те жоқ, ол өзі бір өте сенімді адам. Қараңызшы, астықтың ақысын да қайтарып жіберіпті. Осындай ізгі жанның інімізге залалын тигізу әсте мүмкін емес. Әрі оны алып баратын болсақ, бір түйе астықты артығымен беремін деп отыр. Егер ол көмектеспесе, мына жұттан құтылуымыз екіталай дейді. Ақырында әкелері амалсыз келісім береді. Ағасы бұл жолы жүрек жарды сөздерін айтып, шамалары келгенше бауырлары Буниаминді қорғауға уәде етеді. Оларды шығарып салып тұрған Хазіреті Жақып, балаларым, Мысыр еліне барғанда бәрің бір-бір қақпадан кіруші болмаңдар, әртүрлі қақпалардан бөлініп кіріңдер. Әйтсе де жазмыштан озмыш жоқ, Хақ Тағаланың пешенелеріне жазғанын көресіңдер. Мен Аллаға ғана тәуекел етіп арқа сүйедім деп өсиетін айтады. Олар әкелерінің айтқанын екі етпей Мысырдың әртүрлі қақпаларынан кіріп, Юсуф пайғамбарға барады. Аман саулықтан соң олар кіші інісі Буниаминді көрсетіп, міне біздің ең кіші ініміз, өзіңіз қыстап қолқа салған соң әкемізді көндіріп алып келдік дейді. Юсуф пайғамбар өз інісін көріп іштей қатты қуанады. Алайда ол осы қуанышын ағаларына сездірмейді.
Ол оларды естерінен кетпесте қонақ етіп күтіп, астан соң бір бөлмеге 2 кісіден орналастырады. Осы кезде Буньямин жалғыз қалады. Юсуф пайғамбар оларға: "Бұл жалғыз қалды, ендеше менімен бірге тұрсын" деп өзімен бірге ертіп кетеді. Ол кіші інісімен жеке қалғаннан соң, қайтыс болған ағаңның орнына мен саған аға болғым келеді, осыған қалай қарайсың дейді. Буньямин: "Өмірде сенде адамға іні болудан асқан бақыт бар ма? Бірақ сен әке мен шешемнен туған бауырым емессің ғой" деп жауап береді. Осы кезде төзімі таусылған Хазіреті Юсуф оны бауырына басып: "Сол бір туған ағаң, міне қарсы алдыңда тұрған жоқ па? Сендерден қол үзгелі міне бірталай жыл өтті. Өздеріңді бір көруді зарыға аңсап келген Юсуф деген ағаң мен боламын. Өткен өтті. Жүрегімді ағаларыма деген титтейдей кегі жоқ. Бірақ сен мен туралы ешкімге тіс жарып ештеңе айтушы болма" дейді. Буньямин сонда ғана оның өз ағасы екеніне көзі жетіп, қуанғаннан балаша секіреді. Юсуф пайғамбар оған өзінің құдыққа тасталғаннан бастап, осы күнге дейінгі бастан кешкен оқиғаларын түгел әңгімелейді. Аздан соң: "Мен сені әйтеуір бірдеңені сылтау етіп, өзімен бірге алып қаламын. Саспа, иншалла бәрі де жақсы болады" деп ішкі жоспарын оған жайып салады. Күндер өтіп, ағаларының қайтатын мезгілі жеткенде, Юсуф пайғамбар Буньяминнің қоржынына өзінің тиесілі күміс кесені салып қояды. 11 кісілік керуен жаймен жылжып жолға шығады. Қаладан шығып бара жатқанда, арттарынан Хазіреті Юсуфтың шабармандары қуып жетіп: "Уа керуен, тоқтаңдар, қазына бастығының ғажайып күміс кесесі бар еді, сол жоғалды. Сендер алған болулары мүмкін. Қане, жүктеріңді тексеріп көрелік" дейді. Олар шын пейілдермен: "Біз алған жоқпыз. Бізге сонша құрмет көрсетіп, жылы пейіл танытқан мырзаға қалай опасыздық жасамақпыз? Оның үстіне біз пайғамбардың балаларымыз" деп ағынан жарылады. Шабарман: "Егер күміс кесе біреуіңнен табылса, шариғаттарың бойынша қандай жаза беріледі" деп сұрайды. Олар: "Қай жүктен кесе табылса, ұры сол болғаны, сондықтан оның жазасы ұрланған кесенің иесіне 1 жыл қол қусырып қызмет етеді" деп жауап береді. Шабарман жүктерді тексеріп, Буньяминнің қоржынан күміс кесені тауып алады. Осыған куә болған 10 ағасы не істерін білмей сасады. Осы кезде хабар жіберіліп, Хазіреті Юсуф та келеді. Олар Юсуф пайғамбарға ақталып: "Егер Буньямин ұрлаған болса, таңданатын түгі жоқ. Өйткені бір кездері оның ағасы Юсуф те осылай ұрлық жасаған болатын" деп жан-жақтан даурыға кетеді. Хазіреті Юсуф олардың бұлай кінә таққандарына іштей наразы болса да, ішінен: "Пейілдерің неткен жаман еді. Өздерің бір кездері мені әкеммен ұрлап әкеткен жоқ бедіңдер. Алла не айтқандарыңды жақсы біледі" деп күбірлейді. Хазіреті Юсуф Буньяминді алып қалмақ болғанда, оның ағасы жалынып: "Буньяминнің кәрі әкесі бар еді. Бір баласын жоғалтқалы қатты қайғырып, тек осыны өзіне міндет етіп келе жатыр. Сізге біздің өтінішіміз, осының орны кез келгенімізді алып қалыңыз. Бұл бала қалса, әкесінің бетіне қалай қараймыз? Сіз өзіңіз де жүзіңіз жылы, өзгеге игілік жасаушы адамсыз ғой" дейді. Хазіреті Юсуф: "О не дегендерің, ұрлықты кім жасаса, соны ғана алып қаламыз. Жазықсыз жанды кінәлап жазаға тартсақ, нағыз әділетсіздік сондай болмай ма" деп Буньяминді өзімен бірге алып кетеді. Олар кеткеннен соң, 10 ағасы сол жерде бір-бірлеріне қарап жүре-жүрмесін білмей дағдарып тұрып қалады. Аздан соң өзара ақылдаса бастайды. Үлкен ағалары Яқу да осы кезде: "Мен әсте елге қайтпаймын. Бұдан былай әкеміздің жүзіне қарайтын менде бет қалған жоқ. Әуелі Юсуфты қорғаймыз деп уағда етіп едік. Оны әдейілеп көзін жойдық. Енді Буньяминді аман ертіп баруға серт берген едік. Оның жағдайы мынадай болды. Енді елге не деп барамын? Әкеме осы жайлы не деп түсіндіремін? Сондықтан әкем рұқсат бергенге яки мен үшін Алла бір үкім еткенге дейін осы жерден әсте айырылмаймын. Алла үкім берушілердің ең жақсысы. Бірақ сендер елге барып, болған жағдайды әкемізге қас қалпында баян етіңдер. Қалай болған білмейміз. Әйтеуір сол күміс кесе балаңыздың қоржынан шықты. Сенбесеңіз, қала халқынан яки керуендегі кісілерден сұраңыз" деп айтыңдар, деді де оларды шығарып салып, өзі сол жерде қалып қойды. Яқуданың шыдамы осы жерге дейін жеткен еді. Оның ар-ожданы
һәм ішкі иманы оның жанын қанша жылдан бері тергеп қажап мазалап келді. Ол інісіне әсте жамандық ойлағысы келмеген болатын. Ол осылайша терең ойға батып, еліне қарай жылжып бара жатқан керуендерге бір Мысыр қақпасына бір қарап сілейіп ұзақ тұрды. Суыт хабарды естіген Хазіреті Жақып қайғы үстіне қайғы жамады. Олардың сөздеріне де сене қоймайды. Оның үстіне мысырлықтар өзінің әкелген шариғаты бойынша амал еткендеріне де көзі жетпейді. Олай емес, сендерді нәпсілерің бір іске қызықтырған екен, енді маған сабыр сақтау керек. Бәлкім Алла олардың бәрін келтірер, өйткені ол толық білуші, хикмет иесі дейді. Әйтсе де ол баласы Юсуфтен кейін Буниаминді де жоғалтып алғанына қайғырып, қайран Юсуф оның ізінен кеткен кенже балам Буниамин деп көз жасын көлдетеді. Жылай-жылай көздеріне ақ түсіп, жанары су қараңғы болды. 9 ұлы әкесінің көз жасын көруге дәті шыдай алмай, ақырында «Әке, Юсуфты жоқтай-жоқтай күйіктен өртеніп өлетін болдыңыз, неге өзіңізді осынша қинай бересіз?» дейді. Хазіреті Жақып сонда: «Мен күйзелісімді де, күйінішімді де Аллаға ғана шағамын, әрі Алладан сендер білмеген нәрсені білемін» деп жауап берді. Көп өтпей Хазіреті Жақып 9 ұлын тағы шақырып алып: «Дереу қайтадан Мысырға барыңдар да Юсуф пен Буниаминді іздеңдер. Әсте Алла тағаладан үміттеріңді үзбеңдер. Алладан кәпірлер ғана үміт үзеді» деп балаларын Мысыр еліне аттандырды. Олар қазынаның бастығы Юсуф пайғамбарға барып: «Ей әзиз кісі, біз отбасымызбен бірге ашаршылыққа ұшырадық. Оған Буниаминнің қайғысы қосылғанда, бізде, әкемізде төзім қалмады. Әкеміз жылай-жылай көзіне ақ түсіп, жанары суалды. Һәм астық алу үшін саған болмашы дүние ғана алып келдік. Жақсылықтың 40-на шыдағанда 41-не шыдамайсың ба? Сен бізге бұрынғыдай толық өлшеп бер, Буниаминді де бізге қайтарып бер. Сол арқылы жақсылық үстіне жақсылық істе. Сонда істерің босқа кетпейді. Аллах өз разылығы үшін жақсылық жасағандарға еселеп қайтарады» дейді. Хазіреті Юсуф олардың уайымға берілген түрлерін көріп, іштей жаны ашиды да, тағында отырған бойы: «Сендер Юсуф пен оның бауырына не істегендеріңді білесіңдер ме?» деп сұрайды. Олар Мысыр елінің аса лауазымды бір мырзаның мына сөздеріне қатты таңырқап бір сәт тұрып қалды. «Мына мырза не деп тұр өзі? Тіпті мына дауыс таныс қой». Шамасы Хазіреті Юсуф сол кезде Мысыр елінің тілімен емес, өз елінің тілімен сөйлеген болса керек. Оларға өзінің Юсуф екенін айқын аңғартқан да осы өз тілдері болуы мүмкін. Болмаса, бұған біз туралы Буниамин айтқан ғой деп ойлау әбден мүмкін. Олар оған қарады да Юсуф екенін енді аңғарды. Бәрі бастарын жерден алмады. Бір кездері өздері көйлегін сыпырып құдыққа тастаған жас бала енді бүгін алпауыт бір елдің қазынасын уысында ұстап отыр. Бұлар болса оның алдында өте жалынышты халде, бейне сүмірейген қайыршыдай. Бір кезде біреуі: «Сен шынымен-ақ Юсуфсың бе?» деп сұрайды. Ол: «Иә, мен сол баяғы бала Юсуфпын. Мынау менің інім Буниамин. Хақ тағала бізге шарапатын төкті. Кімде-кім жамандықтан сақтанып, бәлекет атаулыға сабырлық көрсетсе, Алла оның еңбегін зая қылмайды» дейді. Олар кінәсін мойындап: «Алла тағалаға ант етейік, Хақ тағала сені бізден үстем етті. Расында біз күнә жасадық» деп істеген істеріне қатты өкінді. Хақ пайғамбар: «Бүгін сендерге сөгіс жоқ. Алла сендерді жарылқайды. Ол рақымдылардың ең рақымдысы» дейді. Хазіреті Юсуф оларды бұдан соңда бірнеше күн сыйлы қонақтарша жақсылап күтеді. Олар інісі кешіргенімен өздерінің кінәсін, қазіргі оған кіріптар жағдайын ойлап мазалары әбден қашады. Бір күні төзімдері әбден таусылған соң олар дастархан басында: «Юсуф, сен бізге түк болмағандай ізгілік жасап жүрсің, ал біз сенің алдында кірегерге тесік таппай ұяттан өлер болдық» дейді. Юсуф пайғамбар болса: «Қайта сендерге рахмет. Бір кездері қазына бастығы болған кезімде Мысыр халқы: ой тоба, болмашы 20 дирхамға сатылған бір құл қалайша бірден мынадай мәртебеге жетті. Қарадан шығып хан болмас деп әңгіме етуші еді. Ал қазір сендер арқылы үнемі абыройға кенелдім. Халық алдында мерейім үстем болды. Өйткені олар мені сендердің бауырларың екенін білу арқылы менің де Ибрахим атамның ұрпағы екенімді білді» дейді.
Көп кешікпей пайғамбардың 10 ағасы жолға шықты. Олар жолға шыққанына көп уақыт өткен жоқ еді. Бірақ сонау Канған еліндегі Хазіреті Жақып жылағанын қойып, жаны жадырап сала берді. Отбасы мүшелері мен халқы оның мына қылығына таңырқай қарады. Сонда Хазіреті Жақып оларға былай деді: «Дәл қазір мен Жүсіптің иісін сезіп тұрмын. Мені алжып, естен айырылды деп ойлап жүрмеңдер. Әлі-ақ өздерінің көздерің жетеді» дейді. Балалары келе салысымен әкесінің алдында тізе бүгіп отырып: «Әкетай, арасында біз үлкен күнә жасадық. Қазір соған қатты өкініп отырмыз. Біз үшін Хақ Тағаладан кешірім тілеңіз» дейді. Жақып пайғамбар: «Жақында сендер үшін Раббымнан кешірім тілеймін. Өйткені адамдарға рақым етіп, күнәларды кешіретін сол ғана» дейді. Жақып алейхиссаламның көзі жазылысымен ол балаларымен Мысыр еліне хижрет етеді. Оларды қала сыртында Хазіреті Юсуф және сол елдің патшасы Раян ибн Уәлид 4000 әскермен күтіп алады. Әкесін көрген кезде Хазіреті Юсуф бала күндегідей атынан түсіп жүгіріп барып оны құшақтай салады. Әкесі де баласын бауырына басып көз жасын төгіп маңдайынан иіскейді. Хазіреті Юсуф нағашы әпкесінің де келгенін көріп қатты қуанып Хаққа шүкіршілік етті. Ол бала күнде анасы қайтыс болғанда соның қолында өсіп, ана орнына ана болып кеткен еді. Кейіннен Хазіреті Жақып оны өзіне жар етіп, некесін қидырған болатын. Сосын Хазіреті Юсуф әке шешесін таққа көтерді. Барлығы Алла үшін сәждеге жығылды. Юсуф пайғамбар былай деді: «Әкешім, міне бала кезде көрген түсінің жорамалы. Раббым маған көп игілік нәсіп етті. Мені зынданнан құтқарды. Шайтан туыстарым мен менің арамды бұзғаннан кейін Сахарадан сіздерді кезіктіріп, маған үлкен игілікке кенелдім. Күдіксіз Раббым қалағаны өте мейірімді, ол толық білуші, хикмет иесі» дейді. Осылайша әкелі балалы кісілер бір-бірлеп көрісіп мауқын басты. Ақиқат дүние ол ақырет әлемі. Бірақ пенде сол жалғанның қызығына алданса да, пайғамбарлар әсте алданбақ емес. Сондықтан сол әке мен баланың осыншама көрген бейнеті де, одан кейінгі зейнеті де олардың пайғамбарлық тағдырына қатысты еді. Демек, жаратқанның жазғанына қарай Мысыр халқын имандылыққа шақыру үшін Хазіреті Юсуф қараңғы құдыққа тасталып, оның артынан болмашы ақшаға құлдыққа сатылып, одан кейін зынданға түсуі қажет болды. Ол сол зынданда жатып, жылдар бойы елдің бұзақыларымен жаза басып жазықсыз түскен бейбақ жандарға имандылықты үйретті. Одан соң уәзір болып елдің ақ сүйектерін имандылыққа жетеледі. Бүкіл Мысыр елі тұрмақ, бір адамның иманға келу үшін осындай бейнет көруі тиіс болса, олар осыған дән риза болар еді. Көп ұзамай пайғамбарлық мерзім аяқталған кезде шамамен 24 жылдан кейін Хазіреті Жақып ақтық демі үзілуге таянғанда балаларын шақырып алып: «Перзенттерім, менен кейін кімге құлшылық қыласыңдар?» деп сұрайды. Олар болса: «Сенің құдайыңа, аталарының құдайына, Исмаил Исқақтың жалғыз құдайына құлшылық қыламыз» десті. Хазіреті Жақып бұрын 2 рет сөз алып, олар уағдаларын орындамаған еді. Олар әкелердің алдында 2 рет берген уәдеде тұрмай жерге қараған болатын. Сондықтан бұдан кейін берген уағдаларына өте сақтықпен қарап, пайғамбарға берген серттің қандай екендігін аңғаратын болды. Көп ұзамай Хазіреті Жақып қайтыс болып, әкесі Исқақтың Шам жақтағы қабірінің қасына жерленді. Жылдар өтіп, күндердің бір күні Хазіреті Юсуф пайғамбардың да пайғамбарлығы аяқталып, әкесіне келген ажал мұның да есігін қақты. Ол қос қолын жайып: «Уа Раббым, сен маған күш дарыттың, билік бердің, қасиетті мәтіндерді түсіндіру мен түс жору ілімін үйреттің. Уа көк пен жердің жаратушысы, дүниеде де, ақыретте де ем, көмекшім бір өзіңсің. Саған шынайы мойынсұнған құл ретінде жанымды алып, мені қайырлы, дұрыс адамдардың қатарына қосқайсың» деп дұға жасайды. Деректерде ол қайтыс болған кезде 120 жаста екендігі айтылады. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.